Бірде-бір әйел ауласына шықса, есігінің алдында аппақ сақалды үш қария отыр екен. Әйел оларды танымаса да, сыпайылық танытып: "Сіздерді танымадым, бірақ шаршаған боларсыздар. Үйге кіріп, дәм ауыз тиіңіздер" дейді. Қариялар бір-біріне қарап, сосын біреуі былай дейді: "Біз үйге үшеуміз бірдей кіре алмаймыз. Мынау қарияның аты байлық, анау қарияның аты табыс, ал менің атым татулық. Енді үйімізге барып күйеуімізбен ақылдасыңыз, қайсымызды төрге шығарғыларыңыз келеді." Әйел үйіне кіріп күйеуіне болған жайтты айтады. Күйеуі қуанып: "Олай болса байлықты шақырайық, үйіміз алтынға толып, дәулетті болайық" дейді. Әйелі келіспей: "Одан да табысты шақырайық, жұмысым өрге басып, атағым шығады" дейді. Олардың сөзін естіп отырған кішкентай қыздары: "Әке ана, одан да татулықты шақырайықшы, үйіміз мейірімге толы, тату тәттетті болып отырайықшы" дейді. Атанасы қызының сөзін мақұлдап, әйел сыртқа шығады. "Біз ақылдаса келе, татулықты қонаққа шақыруды ұйғардық" дейді. Татулық есімді қария орнынан тұрып, үйге қарай беттейді. Сол кезде байлық пен табыс та оның артынан ере жөнеледі. Әйел таңғалып: "Біз тек татулықты шақырдық қой, сіздер неге бара жатырсыздар?" деп сұрайды. Сонда қариялар жымиып былай деп жауап береді: "Егер сіздер байлықты немесе табысты шақырғанда, қалған екеуіміз сыртта қалар едік. Бірақ қай үйде татулық болса, байлық пен табыс соның артынан қалмай ереді" депті. "Ал сіз қай қарияны үйімізге қонақ етер едіңіз?"